Қайырлы күн, достар, сіздермен экран алдында жүздескеніме тағы да қуаныштымын. Сіздерге бүгін тарих мектебі жаңа тақырып ұсынады. Ол үшін каналға тіркеліп, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 1822 жылғы Сібір қырғыздары жөніндегі жарғы. Жалпы 1822 жылғы Сібір қырғыздары туралы жарғы 1781 жылы Абылай өлгеннен кейін орта жүзде оның үлкен баласы Сұлтан Уәли хан болып жарияланады. Уәли ханның қаталдығы оның қол астындағылардың наразылығын туғызды. 1795 жылы осы қазақтар патшаға Уәли ханды тақтан алу туралы өтініш жасайды. 1815 жылы орта жүзде Уәлидің позициясын әлсіретуге тырысып, үкімет екінші ханды Бүкейді тағайындап қояды. 1817 жылы Бүкей хан, 1819 жылы Уәли хан өлгеннен кейін орта жүзде жаңа хандар бекітілмеді. Патша әкімшілігі хан үкіметін таратып, осы Сібір қырғыздары туралы жарғыға негізделе отырып, басқарудың жаңа аппаратын құрады. Ресейдің 19 ғасырда белгілі либералдық пиғылдағы қайраткері граф Спиранский 1822 жылы осы Сібір қырғыздары туралы жарғыны ұсынады. Бұл жұмысқа оған көмекші ретінде болашақ декабрист Ботинков белсене қатысты. Спиранский жергілікті статистика үшін материалдар әзірлеу мен жинауды осы Ботинковқа тапсырады. Қалай басқару керек, кімдер басқару керек, қазақ жүздерінің мемлекетті басқару жүйесін қалай Ресейдікіне ықпалдастыру керек деген сұрақтардың шешімін осы Ботинковқа зерттеуге тапсырады. Орта жүзде жаңа әкімшілік құрылым, сайлау жүйесі енгізіледі, тиісінше бекіністерде ауруханалар салынып, халық арасында шешекке қарсы егу жұмыстары белгілене бастайды. Әрине, салықтың да жаңа түрлері енгізіледі. Қазақтарға өз тауарларын еш шектеусіз өткізуге мүмкіндік береді, осылайша жергілікті орта жүз қазақтарын алдаусыратып қояды. 1822 жылы Сібірдің өзі екі бөлімге бөлінеді, шығыс бөлімі және батыс бөлімі деп. Осы батыс Сібірге Қазақстанның Тобыл, Томск, Омбы облыстары кіреді. Ал Омбы облысына қазақ даласының орта жүз қоныстанған жерлері және жүз қоныстанған жерлерінің бір бөлігі кірді. Ол жерді Сібір қырғыздарының облысы деп атап, 1822 жылы Сібір қырғыздары туралы жарғыны жасайды. Алғашқыда орталығы Тобыл қаласында болса, кейіннен Омбы қаласына ауыстырылады. Яғни Батыс Сібір генерал-губернаторлығының орталығы Омбы қаласында орналасты. Осы жерде орта жүзде жалғыз хандық билікті сақтап қалғысы келіп көтеріліс жасаған Арынғазы, осы Арынғазының өзін Калугаға жер айдатып жіберіп, халықтың арасында патша үкіметіне қарсы жорық жасағаны үшін айдауда жібереді. Және ол Калугада қайтыс болады. Енді алдарыңызда ұсынған карталарға назар аударсаңыздар, сыртқы округтардың барлығын округтер деп бөлді, округтер болыстарға, болыстар ауылдарға бөлінді. Болысты бөлудің негізгі принципі рулық принцип алынды, яғни рулардың атауымен атауды жүзеге асырды. Рулардың атауын атауда кішкене ұлттық принципке жатады, өйткені сол арқылы халық арасындағы билікке талас-тартысты күшейтіп қойды. Қазақтардың белгілі бір әкімшілік шеңберінен екінші бір әкімшілік жеріне ауысуы шектетілді. Бұрынғы көшіп қонудың рулық тәртібі бұзылды. Соныменен оларды отырықшыландыруға айналдырды. Көкшетау 1824 жылы, Үшбұлақ 1833 жылы, Баянауыл 1826 жылы, Қарқаралы 1824 жылы, Көкпекті 1844 жылы, Аягөз 1831 жылы, Ақмола 1832 жылы, Құсмұрын 1825 жылы деген сияқты осында үлкен округтар құрылып, олардың барлығы жаңа
шептермен бекітіліп отырды. Әкімшілік бөлініс үшке бөлінді: округ, болыс, ауыл. Олардың әрқайсысының басшысы 3 жылға сайланып отырды. Ауылды ауыл старшындары, болыстықты болыс сұлтандары, округты аға сұлтандар басқарды. Осылайша округтік басқару жүйесін аға сұлтандарға беру арқылы патша үкіметі Шыңғысхан ұрпақтарынан келе жатқан хандыққа деген таласты жойғылды және оларға өмірлерінің соңына дейін зейнетақы алып, осындай билік жүйесінде таласпен өткізуге рұқсат беріп қойды. Өкініштісі, бұрынғы хандар қоғамында өте жоғарғы дәреже ұстап отырған билер соты төменгі сатыға түсірілді. Әр округтар 15-20 болыстан тұрса, әр болыс 10-12 ауылдан тұрды, ал ауылдар 50-70 шаңырақтан құралған болатын. Сонымен бірге жарғы билер сотын империялық сотпен жаңағы айтып өткенде алмастырды және олардың құқықтарын шектеді. Сот әкімшіліктен бөлінбеді, олар тек қандай жұмыстар жасады: қылмыс істеді деп айтылған адамдарды іздеу, тергеу, оларды ұстау міндеттерін атқарды. Бірақ патша үкіметі қаншалықты билер сотын төмендетсе де, халық арасында бұдан артық соттың болмағандығын мойындап өткен. Сот ісі қылмысты істер, даулы істер, шағымдар жөніндегі істер деп 3 түрге бөлінді. Қылмысты істер империясы округтік приказдарда қарастырды. Қылмысты істерді, даулы істерді ауылдар мен болыстардағы қолданылып жүрген жергілікті әдет ғұрыптардың негізінде осы билер соты талқылады. Осылайша 1822 жылы орта жүзде хандық биік жойылды. Әрине, оның жақсы және жағымды тұстары бар. Әсіресе салдарын талдап өтетін болсақ, Қазақстанды басқаруды жеңілдетті, рулық қырқыстарға соққы берді, өлкені шаруашылық жағынан игеруге қолайлы жағдай жасады. Әрине, ол Ресей үкіметі үшін ресми отаршыл саясатты кеңейтті, хандық билікті жойды. Бұл біздің тарих үшін қолайсыз болғанмен, патша үкіметі үшін бұл өте жағымды нәтиже болып табылды. Келесі біздің жобамыз ол 1824 жылғы Орынбор қырғыздары жөніндегі жарғы. 1824 жылы Азия департаменті комиссиясының ұсынған мәжілісінде бұл жарғы бекітіледі. Жарғыны 1822 жылы Орынбор генерал-губернаторлы Эссен ұсынған болатын, бірақ ол ұзақ талдаулардан кейін 1824 жылы 1 Александрдың қол қоюымен бекітілді. Бұл жерде айтылып кететін мүмкін ұсыныс ол мынандай: Эссен ұсынған 1822 жарғының іске асырылуы ең алғаш орта жүзде сынаққа алынды. Орта жүзде бұл жоба іске асқаннан кейін барып, кіші жүзде нәтижесін беретіні анықталды. Өйткені осы уақытқа дейін кіші жүзде белгілі бір саясатты жүргізе қою өте үлкен қиыншылыққа әкеп соқтырған болатын. Бұл ұстаздардың барлығы кейін келе қазақ жасауылдарының бас көтеруіне әкеп соқтырады. Әсіресе Сырымдатұлының көтерілісі болады және Махамбет пен Исатайдың бой көтеруіне әкеп соқтырады. Бұл жоба Орынбор қазақтарының басқарудың уставы деп аталды және бұл жарғыда патша ағзам императордың нұсқауымен қырғыздар даласын басқарудың жаңа жобасы ұсынылып, кіші жүзде басқару ішкі орда ханы Жәңгірге жүктесін және даланы 3-ке бөліп, әрбір бөлікті басқару үшін аға сұлтан тағайындалсын делінген болатын. Яғни осы кіші жүзді басқару аймағы Орынбор генерал-губернаторлығы деп аталып, орталығы Орынбор қаласы болды. Енді қалай бөлінді? Кіші жүздің территориясын батыс бөлік, орта бөлік, шығыс бөлік деп 3-ке бөліп тастаған болатын. Патша үкіметінің тарапынан қолдауға ұшыраған
ең үлкен хан ретінде Жәңгір орта жүзде емін еркін билеп төстей бастады. Әсіресе Александровск форты Каспийдің шығыс бөлігін Ресейден келген Юсупов пен Безбородканың иелігіне өтті. Каспий теңізінің сол жағалауы Жәңгір хан мен оның қайнатасы Қарауылқожаның билігіне өтті. Олар жергілікті халыққа өздерінің күштерін көрсетіп, салықтардың түрін енгізіп, тіпті өздерінің жеке пайдасына да салықтар жинай бастаған болатын. Осы озбырлықтарды айтамыз деп алып, кейін Исатай мен Махамбет 1836-1838 жылдары көтерілістерге әкеп ұшыратты. Енді сіздерге тапсырма. Жаңа жоғары айтылып өткен әкімшілік құрылымдар басшылары және сайланған мерзімдерін кестеге салыңыздар. Сіздерге берілетін уақыт 3 минут. Тапсырманы орындап болсақ, келесі екінші тапсырма ізде тап деп аталады. Сіздердің алдарыңызға беріліп қойған цифрлардың 1822-1824 жылдардағы реформаларға қандай қатысы бар екенін оқулық бетінен іздеп табамыз. Үшінші тапсырма 1822-1824 жылғы жарғының оң ықпалы және теріс ықпалын анықтап жазыңыздар. Егер канал сіздерге пайдалы болған болса, комментарий жазып, подписация етуді ұмытпаңыздар.